Мусин Скандербек Мыңғышұлы 1956 жылдың 28 қарашасында Қарағанды облысы Тельман ауданының Астаховка ауылында дүниеге келген. Әкесі Мусин Мыңғыш, анасы Мусина Іңкәр қарапайым еңбекқор отбасында тәрбиеленіп, жастайынан үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету қағидасын өмірлік ұстанымына айналдырды. 1966-75 жылдар аралығында Астаховка ауылындағы орта мектепте білім алып, 1975 жылы орта білім туралы аттестат алды. 1975 жылы орта мектепті аяқтағаннан кейін Ақбастау совхозында тракторист болып еңбек жолын бастады. 1976-78 жылдар аралығында азаматтық борышын өтеп, әскери қызметтен абыроймен оралды. 1978 жылы Мичурин ауылындағы шаруашылықтың бөлімшесіне тракторист болып жұмысқа қабылданып, ауыл шаруашылығы саласында еңбек етті. 1981-84 жылдары Қарағанды қаласындағы дене шынықтыру техникумында білім алып, дене шынықтыру пәнінің оқытушысы мамандығын алды. 1984 жылдың 27 қазанында өмірлік жары Амирова Роза Кузировнамен шаңырақ көтеріп, сыйластық пен сүйіспеншілікке негізделген өнегелі отбасының іргесін қалады. Бұл шаңырақта екі ұл дүниеге келіп, ата-анасының мейірімі мен тәрбиесін көріп өсті. 1987 жылдың 16 маусымында тұңғыш ұлы Мусин Нұрлан Скандербекұлы дүниеге келді. Бір жылдан кейін 1988 жылдың 20 қарашасында екінші ұлы Мусин Ануар Скандербекұлы өмір есігін ашты. 1989 жылдан бастап балалардың дене шынықтыру жөніндегі нұсқаушысы болып еңбек етті. 1991-93 жылдары Ақбастау орта мектебінде дене шынықтыру пәнінің мұғалім болып қызмет атқарды. 1993-97 жылдары Ақбастау совхозында арнайы шаруашылық бірлестігінің орталық қоймасында қойма меңгерушісі қызметін атқарды. 2004 жылдары жолаушылар вагондарының жол серігі болып қызмет атқарды. 2002 жылы жолаушылар вагондары жол серігінің 4-ші біліктілік санаты берілді. 2005-2009 жылдары Дан-Ширак күзет бөлімінің бастығы қызметін атқарды. 2009-2019 жылдары Ақбастау орта мектебінде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып еңбек етті. 2011 жылдың 16 шілдесінде тұңғыш ұлы Мусин Нұрлан Скандербекұлы өзінің өмірлік серігін тауып, шаңырақ көтерді. Келесі жылы 2012 жылы әулетіне тұңғыш немересі дүниеге келіп, алғаш рет ата атанды. 2018 жылдың 28 сәуірінде екінші ұлы Мусин Ануар Скандербекұлы өмірлік жарын жолықтырып, отау құрды. 2019 жылы зейнеткерлік демалысқа шықты. Саналы ғұмырын адал еңбекке арнап, қай қызметте болса да жауапкершілікпен еңбек етті. Әріптестері мен ауылдастарының сый құрметіне бөленіп, отбасына асыл жар, қамқор әке, ардақты ата бола білді. Артында өнегелі өмір жолы мен жарқын естеліктерін қалдырды. Оның адамгершілігі, еңбекқорлығы мен қарапайым болмысы туған туыстарының, ұрпақтарының жүрегінде мәңгі сақталады. Мен шынында мақтанам сендей ердің ұлы болғаныма. Әр сөзіңді жаттағам, менде айтып берермін ұлыма. Алғыс айтам біз үшін отбасыңа, қорғаныңа. Осы бір сөздерді айту бұрын сонша қиын болғаныма. Шынында мақтанам сендей ердің ұлы болғаныма. Әр сөзіңді жаттағам,